Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте керемет, дәмді және де тез дайын болатын баклажан мен кабачкидан рулет жасайтын боламыз. Қонақ дастарханның көркін ашады, өте дәмді шығады. Бізге қажетті заттар: бір баклажан алдым, бір кабачки алдым, салат жапырақтары мен руккола алдым. Бұл бізге әсемдік үшін қажет болады. Панировочный сухарий, жұмыртқа, ұн, майонез, бір чеснок, тұз, фетакса сыры, песто соусы, бальзамический густой соус, сұйық май қажет болады. Баклажанымызды жақсылап жуып алдық. Қажет емес жерлерін кесіп алып тастаймыз, шет-шетін. Баклажандарымызды видеода көрсетілгендей ұзыншақ қылып, қиқашынан осылай кесіп алатын боламыз. Барынша жұқартып және де тегіс кесу қажет. Осылай мінекей бар ұқыптылықпен тегіс қылып, жіңішкелеп кесіп аламыз. Жұқа қылып кесу қажет. Біздің кабачкиларымызда тура баклажанымыз сияқты жұқартып, шетінен осылай кесіп алатын боламыз. Осылай мінекей жұқартып кесіп алдық. Енді осы жұмыртқамыздың үстіне бір шымшым тұзымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Біздің баклажандарымызды бірінші ұнға осылай аунатып аламыз. Жұмыртқамызға аунатып аламыз. Жұмыртқадан соң панировочный сухарийімізға саламыз. Осылай. Пешке салатын ыдысымызға пергаментный бумагамызды төсеп, осылай жайғастыратын боламыз. Біз кабачкиімізді бірінші осылай ұнға аунатамыз. Соң жұмыртқалы массамызға аунатамыз. Панировочный сухарийімізға салып аламыз. Және де осылай ыдысымызға жайғастыратын боламыз. Қалған кабачки мен баклажандарымызды дәл осылай жасап алатын боламыз. Маған осы баклажан мен кабачкидің майға қуырылғанына қарағанда, осы духовкаға піскені көбірек ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып, дәмді болып шығады. Қалған баклажандарымызды да осылай жасап алатын боламыз. Духовкада пісіріп көруге сіздерге кеңес етемін. Біздің баклажандарымызды осылай жайғастырып қойып алдық. Осы баклажан менен кабачкиіміздің үстінен енді осылай дозатордың көмегімен мен май шашатын боламын. Кисточкамен жақсаңыздар да болады. Азырақ үстінен май жүргіземіз және де қызып тұрған 200 градус пешімізде 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің кабачкиларымыз кішкене қызарып піседі. Енді осы фетакса сырымызды бөлшектеп біз ұзыншақ қылып турап дайындап аламыз. Осылай мінекей ұзыншақ қылып кесіп аламыз. Салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге майонез керек болады. Майонезіміздің үстіне бір чесногымызды үккіштің көмегімен осылай үгітіп қосып аламыз. Майдалап турап қоссаңыздар да болады. Осы майонездің үстіне және де песто соусынан 2 ас қасық қосатын боламын. Міндетті түрде қосып жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.
Енді осы 3 массаны жақсылап біріктіріп біз араластырып алатын боламыз. Песто соусымен өте ерекше болады дәмі. Біздің баклажандарымыз бен кабачкиларымыз осындай болып жұмсақ болып пісіп шыққан, сап-сары болып. Енді рулеттерімізді жинайтын боламыз. Баклажандарымыздың үстіне осылай майонезді массамызды осылай жағып шығамыз. Жартысынан асырыңқырап жақсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей қылып жағып аламыз. Және де ортасына осы сырымызды салып, біз баклажандарымызды осылай әдемілеп орайтын боламыз. Қалған баклажанымызды, кабачкилерімізді осылай жасап алатын боламыз. Соусымызды жағып, ортасына кесіп дайындаған осы сырымызды қойып, бәрін айналдырып, орап осылай рулет жасап шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Біздің баклажанымыз бен кабачкиларымыз жұмсақ болып, сырты хрустящий болып піседі. Қонақ дастарханыңыздың көркін ашады. Және духовкада піскені өте ерекше дәмді болып шығады. Қалған баклажандарымызды да осылай орап алатын боламыз. Қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Бәрін осылай орап аламыз. Енді біз осы рулеттерімізді ыдысымызға жинайтын боламыз. Әсемдеуіңіз өз қалауларыңыз бойынша мен осындай салат жапырақтарымен ұсынатын боламын. Ыдысымызға салат жапырақтарымызды осылай жайғастырып аламыз, әдемілеп. Біздің рулеттерімізді үстіне әдемілеп жайғастырып аламыз. Өзіңіздің қалауларыңыз бойынша сүйсініп жейтін аскөктеріңізбен ұсынсаңыздар болады. Үстіне кедровый орешки сепсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Мен үстіне осылай бальзамический густой соус құйып шығатын боламын. Біздің баклажандарымызға керемет үйлеседі және ерекше әдем болып шығады. Жасап көріңіздер. Астарың дәмді болсын. Видео ұнаса мені қолдап, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.